Ассалаумағалейкум қазақ бауырым, сенімен бірге қазақша онлайн бизнес каналы. Сен бұл каналдан интернетте қалай ақша табуға болатынын біле аласың. Сондықтан да міндетті түрде каналға жазыл және де қоңыраушаны басуды ұмытпа. Бүгін мен саған өте бір керемет схема айтқым келіп отыр. Бұл схема арқылы ақша табу үшін саған қалтаңнан ешқандай да ақша шығарудың қажеті жоқ. Сондықтан да осы видеоға алдын ала лайк басып, видеоны соңына дейін қарап шығуыңды сұраймын. Видеоны бастамастан бұрын ескерту: интернетте ақша табу деген бір кнопканы басып қойып, интернеттен ақша шығара беру деген сөз емес. Өмірде қалай ақша табасың, интернетте де дәл солай ақша табасың. Жұмыс жасайсың, ізденесің, талпынасың, сонда ғана ақша табасың. Ал егер де дым істемей отыра беретін болсаң, ешкім сені қалтаңа келіп ақша салып кетпейді. Сондықтан да әрекеттен, талпын, ізден. Сонымен видеоны бастаймыз. Бұл схема арқылы жұмыс жасау үшін саған Sale Groups, Nakrutka.by, BossLike, SMS Activate деген сайттар керек болады. Бұл сайттардың ссылкалары осы видеоның описаниясында. Қысқаша идея мынандай: Инстаграмнан аккаунттар ашасың, сол аккаунттарыңа подписчик жинайсың, аккаунттарыңды сатасың. Енді бұл идеяны қалай дұрыс реализовать етуге болады? Ең бірінші Sale Groups деген сайтқа келесің. Бұл сайтта әртүрлі әлеуметтік желілерге арналған аккаунттар, группалар сатылады. Ең бірінші қандай тематикадағы аккаунттар ашуға болатынын білу үшін анализ жасайсың, тексеріп қарайсың. Ол үшін социальная сеть деген жерге Instagram деген таңдап аласың. Найти дегенді басасың. Қандай аккаунттар көп, қандай тематикадағы аккаунттар ашып сатуға болады, қарап аласың. Қандай аккаунттарға спрос барын біліп алғаннан кейін Инстаграмнан аккаунттар ашасың. Тек қана бір тематикада ашпайсың, 2-3 тематикада 2-3 аккаунт ашасың. Инстаграмнан аккаунт ашу үшін номер керек болады. Сенде 2-3 номер болатын болса, сол номерлеріңді пайдаланып Инстаграмнан аккаунт ашуыңа болады. Ал егер де 2-3 номерің болмайтын болса, SMS Activate деген сайттың қызметін қолданасың. Бұл сайтта әртүрлі әлеуметтік желілерге арналған номерлер сатылады. Оның ішінде Инстаграмға арналған номерлерді 5 рубльден сатады. Бұл сайтқа тіркелесің, тіркеліп болғаннан кейін балансың толтырасың. Инстаграмға арналған номерлер сатып аласың, Инстаграмнан аккаунттар ашасың. Аккаунттарыңа оформление жасайсың, содан кейін аккаунттарыңа раскрутка жасайсың, яғни подписчиктер жинайсың. Ол үшін BossLike деген сайттың қызметін қолданасың. Бұл сайтқа тіркеліп болғаннан кейін әртүрлі әлеуметтік желілердегі аккаунттарыңды осы сайтқа привязка жасайсың. Содан кейін тапсырмалар орындайсың, балл жинайсың. Ол үшін биржа заданий дегенге басасың. Бұл жерде әртүрлі әлеуметтік желілерге арналған тапсырмалар бар. Оның ішінде ВКонтактеге арналған тапсырмалардың өзі бірнеше категорияға бөлінеді. Тезірек балл жинау үшін подписчики деген категорияны таңдап алып, группаларға жазыласың. Группаларға жазылатын болсаң, көбірек балл береді. Барлық әлеуметтік желілерде тек қана подписчики деген категориядағы тапсырмаларды орындайсың, сонда ғана тезірек балл жинап алуыңа болады. Балл жинап болғаннан кейін Инстаграм аккаунтыңа подписчик жинау үшін мои задания дегенге басасың. ВКонтакте деп тұрған жерге Инстаграм деген таңдап аласың. Мына жерге подписчики деген таңдап аласың. Ссылка деп тұрған жерге Инстаграм аккаунтыңның ссылкасын қоясың. Мына жерде медленно деген таңдап аласың. 16 деген бір подписчикке беретін балдың саны. Мына жерге қанша балың бар, сонша подписчиктің санын жазасың. Создать задание дегенді басасың. Бұл сайт арқылы келген подписчиктер сенің аккаунттарыңнан отписка жасамайды. Егер де отписка жасайтын болса, BossLike сайты олардың аккаунттарын бан қылып тастайды. Сондықтан да келген подписчиктер отписка жасайды деп қорықпай қойсаң болады. Егер де әртүрлі тапсырмалар орындап, балл жинап, уақытыңды өткізіп отырғың келмейтін болса, Инстаграм аккаунттарыңа подписчиктерді сатып алсаң болады. Ол үшін Nakrutka.by деген сайттың қызметін қолданасың. Бұл сайтқа тіркелесің, тіркеліп болғаннан кейін Инстаграм аккаунтыңа подписчиктер сатып алу үшін балансың толтырасың. Балансың толтырып болғаннан кейін заказать дегенді басасың. Бірінші вкладкаде подписчики деген таңдап аласың. Екінші вкладкаде 1000 подписчиктің бағасын 79 рубльдан немесе 89 рубльдан сатып алуыңа болады. Ол жағын енді өзің қарайсың. Ссылка деген жерге Инстаграм аккаунтыңның ссылкасын қоясың. Мына жерге қанша подписчик керек, санын жазасың, заказать дегенді басасың.
Sale Groups деген сайтқа қайтадан келесің. Сатайын деп отырған аккаунттарыңды сатылымға шығару үшін міндетті түрде осы сайтқа тіркелесің. Сатылымға шығару үшін новое объявление дегенді басасың. Мына жерге сатайын деп отырған аккаунтыңның ссылкасын қоясың, мына жерге бағасын жазасың. Мына жерге сатайын деп отырған аккаунтыңның тематикасы қандай тематика, сол тематиканы таңдап аласың. Мына жерге аккаунтың туралы аз-маз мағлұмат жазасың. Содан кейін запустить дегенді басасың. Осылай сатайын деп отырған аккаунттарыңның барлығын сатылымға шығарасың. Енді сатып отырған аккаунттарыңның сатылып кетуі немесе сатылмауы бірнеше нәрсемен байланысты болуы мүмкін. Мысал үшін, таңдаған тематикаңмен байланысты болуы мүмкін, немесе қойған бағаңмен байланысты болуы мүмкін. Оны енді өзің қарайсың, анализ жасайсың, тексересің. Бұл схема арқылы мынандай ақша тауып кетесің деп айта алмаймын, бірақ бұл схема арқылы ақша тауып жүрген адамдар өте көп. Сен де солар сияқты осы схеманы пайдаланып ақша табуыңа болады. Сонымен саған схема ұнаған болса, осы видеоға лайк бас, комментарий жаз, әртүрлі әлеуметтік желілерде достарыңмен бөліс. Алдағы уақытта әлде неше түрлі қызықты, өте керемет схемалар айтатын боламын. Сондықтан да қазақша онлайн бизнес каналына жазыл, және де қоңыраушаны басуды ұмытпа. Сонымен келесі видеода кездескенше.